Баршаңызға сәлем. Видео Google AdSense'те салық формасын налоговая форма толтыру тақырыбына арналады. YouTube'да салық бар ма? Салық формасын не үшін толтыру керек деген сұрақтар туындауы мүмкін. Осы сұрақтарға қысқаша түсініктеме беріп өтейін. Монетизация қосқаннан кейін каналыңызда көрсетілген рекламалар үшін сізге ақша төленеді. Осы табысыңыздан Google компаниясы қызметтер үшін белгілі мөлшерде салық ұстайды. Егер салық формасын толтырмасаңыз, табысыңыздан ай сайын 30% салық ұстайды. Салық формасын толтыру арқылы салық мөлшерін азайта аласыз. Салық формасын толтыру аса қиын жұмыс емес. Тек берілген ақпараттарды оқып, танысып, орындап жіберсеңіз болды. Түсіну үшін бірінші видеоны мұқият қарап, түсініп алыңыз. Салық формасын өзім қалай толтырып жібердім. Видеода соны үлгі ретінде көрсетемін. Салық формасын қалай толтырып жібереміз? Жұмысты компьютер, ноутбук немесе телефонмен орындауға болады. Видеода көрсетілген үлгі бойынша кез келгенмен орындай аласыз. Google-ға кіріңіз. Поискіге google.com AdSense деп жазып, AdSense аккаунтыңызға кіріңіз. Бірден басты бет ашылады. Сол жақ беттегі жолақшаны бассаңыз, бірнеше беттің атаулары шығады. Осы қатардан платежи дегенді басыңыз. Келесі платежные данные дегенді басыңыз. Бұл бетте управление настройками дегенді басыңыз. Әрбір көк сілтемені басқан сайын жаңа беттер ашылады. Бетті төменге қарай жылжытыңыз. Форма с налоговой информацией жанындағы карандаш белгісін басыңыз. Изменение налоговой информации деген көк сілтемені басыңыз. Мұнда салық формасын мүмкіндігінше ертарақ жіберіңіз. Біз оны бекітпейінше төлемдер тоқтатылады, немесе табысыңыздан 30%-ға дейін ұсталады. ақш-тың салық кодексіне сәйкес Google компаниясы Google қызметтерінен табыс алатын пайдаланушылар туралы салық ақпаратын жинауға және осы табыстан салық тастауға міндетті делінген. Оқып шығыңыз. Добавьте налоговую информацию дегенді бассаңыз, важная информация деп шығады. Бұл жерде форманы толтыру үшін 15-20 минут қажеттігі, қауіпсіздік мақсатында жеке басыңызды растауыңыз керек және тағы басқа ақпараттар жазылған. Өзіңіз үшін оқып шығып, танысып шықсаңыз болады. Заполнить форму дегенді басыңыз. Сначала подтвердите, что это ваш аккаунт деп пароль сұрап тұр. Пароліңізді жазып, далее дегенді басыңыз. Налоговая информация. Салық туралы ақпарат. Бұл жерде сізге сәйкес салық нысанын табуға көмектесу үшін бірнеше сұраққа жауап беріңіз дейді. Сұрақ: физическое или юридическое лицо. Физическое лицо дегенді белгілеп, далее дегенді басыңыз. Являетесь ли вы гражданином или резидентом США? Сіз ақш азаматсыз ба немесе резидентсіз бе деп сұрап тұр. Ақш азаматы емеспіз, сондықтан нет дегенді белгілеп, далее дегенді басыңыз. Келесі сұрақ: выберите налоговую форму W8 дейді. Алдыңғы жауаптардың негізінде W8 формасын таңдау керек. Салық бойынша жеңілдіктерді талап ету үшін налоговую форму W8 деген форманы белгілеп,
Заполнить налоговую форму W8 деген көк сілтемені басыңыз. Салық формасын толтырудың алғашқы қадамы – налоговая информация. Имя физического лица деген жерге атыңызды паспорт бойынша ағылшынша жазыңыз. Страна или территория деген жерге қай мемлекеттенсіз, соны белгілеңіз. Далее дегенді басыңыз. Салық формасын толтырудағы екінші қадам – адрес. Мұнда сіз тұрақты мекен жайыңызды жазуыңыз керек, қандай мемлекеттенсіз, почтаңыздың индексі, қандай область, қай қала, мекен жайыңыз, барлық қатарды толық жазып, почтовый адрес и адрес постоянного проживания совпадают дегенге галочка белгілеп, далее дегенді басасыз. Үшінші қадам – салық туралы келісім бойынша. Претендуете ли вы на пониженную налоговую ставку? Сіз төмендетілген салық ставкасын талап етесіз бе? Немесе салық ставкасына сәйкессіз бе деген сұраққа да деп, является резидентом страны или территории деген жерге галочка белгілеп, страна деген жерге қай мемлекеттенсіз, соны таңдап белгілейсіз. Келесі төменде берілген үш қадамдарды да орындау керек. Әр қадамды басқан сайын салық формасына қатысты нұсқаулықтар шығып отырады. Доход от оказания услуг деген жерге галочка белгілегенде статья и пункт және налоговая ставка деген шығады. Мұнда статья мен пунктке сәйкес налог ставкасы көрсетілген. Салық мөлшерінің төмендетілген нұсқасын таңдап, келесі берілген қадамдарды да осылай орындап шығасыз. Налоговая ставкада 0% бен 30% және 10% бен 30% аралығында көрсетілген. Одан төмен пайыз көрсетілмейді. Салық бойынша қадамдар орындалды, соңында далее дегенді басыңыз. Төртінші қадам – предварительный просмотр. Ваши налоговые формы деп толтырған салық формаңыздың үлгісін көрсетіп тұр. Я подтверждаю дегенге галочка белгілеп, далее дегенді басасыз. Бесінші қадам – сертификат налогоплательщика. Бұл жерде сіздің атыңыз салық бөлімінде көрсетілген. Сіз бұл формаға өз атыңыздан қол қоясыз ба деген сұраққа да дегенді белгілеп, полное имя деген жерге аты-жөніңізді паспорт бойынша латынша жазып, далее дегенді басыңыз. Алтыншы қадам – қызмет көрсету туралы есеп бойынша берілген сұраққа нет дегенді белгілеп, я подтверждаю дегенге галочка белгілейсіз. Келесі төлем профилі арқылы төлемдер алдыңыз ба деген сұраққа, егер Google AdSense-тен алғаш рет табыс алатын болсаңыз, бірінші тұрған мен төлемдерді алу үшін салық ақпаратын ұсынып жатырмын дегенді белгілейсіз. Егер сіз бұрын Google AdSense-тен ақша алған болсаңыз, екінші нұсқаны белгілеп, далее дегенді басасыз. Соңғы жетінші қадам – получение налоговой отчетности. Салық есебін алу үшін көрсетілген нұсқаның бірін белгілеп, отправить дегенді басып жібересіз. Осымен салық формасын толтыру қадамдары аяқталады. Көп уақыт өтпей салық формасы одобрено, яғни бекітілді деп келеді. Мұнда қай күні толтырып жібергеніңіз, аты-жөніңіз, тұрақты мекен жайыңыз, налог формасы мен таңдалған налог ставкасы көрсетілген. Салық формасын толтыру арқылы сіз салық мөлшерін 30%-дан 10%-ға, 0%-ға төмендете аласыз. Видео пайдалы болса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.